Көптен бері сахнада көрінбей кеткен әнші Дидар Каден шығармашылығымен белсенді айналысып жүр. Аз ғана уақыттың ішінде 4 ән шығарып үлгеріпті. Алдағы уақытта бейнебаян шығады деп тағы қуантты әнші жанкүйерлерін. Ұстаздық және де мына айтамыз ғой, мемлекеттік қызметте жүргеніме байланысты 3 жыл үлкен үзіліс болды. Үлкен үзілістен кейін дәл қазір енді 4 ән жарыққа шықты. Жарыққа шықпаған тағы 2 ән тұр. Оның біреуі дуэт. Сонымен қатар отандық киноларға түсіп жатырмын. Қатар жүргізушілікті алып жүрмін. Киноға келетін болсақ, 30-шы жылдардағы болған оқиғаға байланысты Бүркітші деген кино жарық көрмекші. Осы жылдың соңында тарихи драма, кезіндегі сол репрессияға ұшыраған ағаларымыз туралы сол жерде мен басты рөлдердің бірін сомдадым. Сырлы сезімге толы баяу әндерден кейін ырғақты әуен орындауға бел буған Дидар Каден осыдан біраз уақыт бұрын Ақбота Нұрмен жаңа ән жазатынын айтып, сүйінші сұрап еді. Негізі Ақбота екеуміз «Той любой ценой» деген киноға түсіп жатқан кезде әңгіме арасында дуэт жазайықшы деген бір ой келді. Белгілі бір себептерге байланысты Ақботамен емес, басқа өнерде жүрген әріптесім болмаса қарындасыммен қазір жазуды жоспарлап отырмын, бірақ кім екені әлі белгісіз. Өкінішті, алайда жаныңызда жарасы ән салатын қай сұлу болса да, көптің көңілінен шығуын тілейміз дуэттік туындыларыңыз. Айтпақшы, осы күнге дейін шығармашылығына үзіліс алуын уақыттың тапшылығымен байланыстырған Дидардың қазір қолы бос болғаны ма? Әр азамат басқарғысы келеді, бір жерде басшы болғысы келеді. Мен Аллаға шүкір 3 жылда біраз тәжірибе алдым, бірақ жеке басым бір шешімге келіп, биыл осы жаз айында өз басыммен өз шешім бойынша жұмыстан бас тарттым. Әрбір істің қайыры бар дегенді осы жерде айтқан орындау. Қызметтен кетіп, басшылық қызметінен алыстасаңыз да жанкүйер жүрегіне жақынырақ болатыныңызға сенімдіміз.